Алматы қаласы терракота тұрғын үй кешеніне шоу жасаймыз. Алматының қақ ортасында 2 гектар жерді алып жатқан бұл терракота тұрғын үй кешені Абая мен Брусиловский көшелерінің қиылысында орналасқан. Дәл осы тұрғын үй кешенінде 10 блок бар. Әр блокта 160 квартирадан бар. Енді ойлаңыздар, сонда бұл жерде 1600 пәтер бар. Және қараңыздар, орналасқан жерінен айтатын болсақ, дәл біздің қасымызда АДК ойын-сауық кешені, қаладағы ең мықты қазақ гимназиясы 140-шы гимназия міне іргелес тұр. Және осыдан кішкене төмен бүкіл строительный базарлардың барлығы тұр. Сондай-ақ осы жердің барлық айналасында ресторан, кафе, шаштараз, бүкіл өмірге қажеттінің барлығы бар. Бұл тұрғын үй 2022 жылдан бастап қолданысқа берілді. Бұл үйді соққан Қазақстрой құрылыс компаниясы. Қазақстрой құрылыс компаниясы негізінен эконом санаттағы үйлерді соғады. Бірақ дәл осы терракота тұрғын үй кешенін олар комфорт санаттағы үй деп берді. Енді комфортқа жата ма, жатпай ма? Жүріңіздер, тексеретін боламыз. Енді ауласына келетін болса, қараңыздар, жерде брусчаткалар жатыр, ыңғайлы, ойын алаңдары бар. Бұл жерде 2 аула бар, 2 ауланында ойын алаңдары бар. Ортасын бөліп тұрған мынау үлкен 7-ші блок пен 4-ші блок. Үйдің сырты фиброцемент панель. Бұл үйлер монолит үйлерге жатады. Жүріңіздер, үйге кіріп көрейік. Жүріңіздер, үйге кірген кезде осындай панелі бар, бірақ неге екенін білмеймін, қазақша сөйлемейді. Хотя Қазақстройдың үйлері болса да. Жүріңіздер. Кірген кезде енді осындай бір қателіктер бар. Жалпы қараңыздар, жәшіктер темірден жасалыпты. Мұнда біреуі паркингке қарай түсетін есік, біреуі мынау баспалдақ, үшіншісі мынау біздің ЖК-ға кіретін есіктер екен. Жалпы енді қараңыздар, полды қарасақ 60-60, яғни кафель төселген. Одан кейін мына жерді білмеймін қандай бір сылақпен жасаған екен, бірақ сылақтарын бәрі түсіп тұр. Уже енді 4 жыл болды берілгеніне, сондықтан кішкене тез ескіріп тұр. Бірақ бір жақсысы, мұнда бір картиналар бар, әдемі мынандай бір панельдермен, подсветкалармен, ішін кірген кезде осындай және осындай номерлер жазылып қойған екен. Бұл үйде негізі басында 4 лифт болады деп есептеген екен. Бірақ кейін бір лифтіні қоймаған. Қазір бір лифттің орны, мұнда бізде 2 грузовой, 1 пассажирский 3 лифті бар. Жүріңіздер, бұл үйлердің қабаттылығы 19-20 этаждан тұрады. Қазір соңғы қабатына шығып көрейік. Енді бұл жердің лифт Қытайдың өндірісі Joylife деген компаниянікі, сапасы орташа, жылдамдығы да орташа. Бұл жерде әр этажда 6 пәтерден бар. 6 пәтерден бар және өзінің жеке балконы бар. Жүріңіздер, балкон көрейікші. Балкон осындай болып тұр. Қараңыздар, бұл жерден көрініс жақсы. Бірақ енді балконды мен енді балаларға қауіпсіз деп айта алмаймын. Неге? Өйткені мына темірдің өзі бүйтіп ұстасаң қозғалып тұр. Яғни балкондардың барлығы ішке қарайды, бірақ терезелері сыртқа қарайтын жақтары бар. Жалпы бұл жерде ең жақсы блоктар 1-ші және 10-ші блоктар, яғни тауға қарап тұрған блоктары. Қалған блоктарында мен жаман деп айта алмаймын. Және соңғы этаждарын да қараңыздар, үй ғып сатқан бұл жерде квадрат метрін. Қараңыздар, соңғы этаждарда әлі өтпей тұр, бірақ кейбіреулерінде адамдар тұрып жатыр. Соңғы этажында террасалармен қосып сатқандықтан көбісі әлі көшіп келмеген. Арасында бос үйлер де бар бұл жерден. Жалпы бұл жердің үйлерінің бағасы қазір крышада 870-880 орташа бағасыдан тұр. Бұл енді Бостандық ауданына өте жақсы баға деп ойлаймын. Және мен ойлаймын, осы жердегі Бостандық ауданындағы ең арзан үйлер осы ЖК терракотада деп. Ары қарай біз паркингке келдік. Паркинг бұнда 2 этаждық, -1, -2. Жүріңіздер, мен сіздерге паркингтің ішін көрсетейін. Жалпы паркингтің іші жылы, құрғақ, қараңыздар, ешқандай бұл жерде ағып тұрған, тамып тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан паркинг маған ұнап тұр. Одан басқа қараңыздар, паркингте көрсету жолдары бар. Шығатын жолы, Брусиловскийге шығатын жолы, Туркебаеваға шығатын жолдардың барлығын көрсеткен. Паркингтен басқа бұл жерлерде кладовкілер бар.
кладовкалар әлі бұл жерде сатылымда, скидкамен Қазақстройдан алсаңыз болады. Жалпы паркингтің бағасы бұл жерде 2,5-3,5 миллион теңге тұрады. Дәл қазір негізі басында одан арзан болған. Паркингке сатып алған кісілер мынандай қояды. Яғни басқа машиналар кеп тұруға болмайды. Мынандай қараңыздар. Паркингтің орындары, әркімнің орны. Одан басқа бізде жаңа көрдіңіздер ғой, подъезде коляска қоятын, велосипед қоятын жерлер жоқ. Бұл бір минусы. Сондықтан коляска қоятын, велосипед қоятын жерлердің барлығын осы паркингке әкеліп қоямыз. Балаларымыздың велосипеді барлығы осы жерде тұрады. Бұл жердегі пәтерлердің ауданы 40 шаршы метрден басталады. Және ең үлкен пәтерлер олар 102 шаршы метр. Яғни 1 бөлме, 2 бөлме, 3 бөлмелі үйлер бар. Жалпы бұл үйдің бірінші этаждары жерге қатты жақын орналасқан. Сондықтан осылай өтіп бара жатқанда ішінде адамдар не істеп жатқанын көруге болады. Жалпы құрылыс компаниясы осы үйді соғып бастаған кезде бұл үйдің шаршы метрі 300-350 мыңнан басталған еді. Қазір енді бұл үйлердің бағасы қымбаттап, орташа бағасы 850-900 мың теңгеге дейін барады. Бұл жерлерде крышадан қарасаңыздар ең арзан үйлердің бағасы 40 миллион теңгеден жоғары. Апай, саламатсыз ба? Сіз осы үйде тұрасыз ба? Бұрыннан тұрасыз ба? Бір жыл болды ма көшпегеніңізге? Осы үй қалай сізге ұнай ма, ұнамай ма? Ұнайды. Қандай бір минустары бар ма осы үйдің? Пока жоқ. Ешқандай. Свет өшпейді, лифт жасап тұр. Светен жазда өшті, біреулер төлемеген деп. Қазір нормально бәрі? Жақсы ма? Қараңызшы, үйлерің суық емес па қыста? Жылы ма? Жылы. Жып-жылы, иә? Жылы, балконда ашып қоямыз. Не үшін ұнайды сізге осы тұрғын үй? Центр, мына балдарға жақсы да, мына не қылмағаны. Машина кірмегені. Машина кірмейді аулаға. Өздері ойнайды аулада. Одан басқа? Бәрі жанымызда, бәрі. Сонша жақсы, иә? Мына мектепке барады. Метро жақын. Метро жақын. Мына магазинге барамыз, жанымызда бәрі. Жақсы. Күшті ұнайды сізге? Ұнайды. Жақсы, рахмет. Бұл жерде адам өміріне қажетті барлығы бар. Міне қараңыздар. Салон красоты, магазиндер, кофеханалар, шаштараз барлығы бар. Ең жақсы ұнайтыны осы жерде Бостандық ауданының коммунити центрі орналасқан. Бұл жерде жастар келіп кітап оқиды, өзіне қажетті информациялардың барлығын алады. Осы жерде әртүрлі курстардың барлығы тегін өтеді. Менің де балаларым осы жерге келгенін жақсы көреді. Жүріңіздер ішін көрсетейін. Коммунити орталықта осы жерде жастарға қажетті үйірме, бас қосу, кітапхананы жоғарылар. Жатып ұйықтайсыз ба, ұйықтайсыз ба, оқисыз ба, өзіңіз білесіз. Және осы жерде көптеген бөлмелер кездесулерге арналған. Қараңыздаршы, осы жердің барлығы жастар. Сондай-ақ конференц залдар, мынандай конференц залдары бар. Күшті ма? Күшті. Және осы жерде қараңыздар, әртүрлі тілдердің сабақтары болады. Осы сайтта бүкіл осы жердің программаларын бәрі жазылып тұр. Қараңыздар, жұмысқа орналасу, тегін курстар, бесплатный кружки дейді, юрист, психолог, барлығы осы жерде жұмыс істейді. Күшті, керемет. Енді бұл жерлерде көп осындай арендаға беретін жерлердің бағасы қымбат болғаннан кейін онша-мұнша арендаторлар ұзаққа тұра алмайды. Бірақ ұзаққа тұратын айтайын ба, ол продукт магазиндер және шай ішетін кофеханалар, мына жерде ресторандар, сондай жерлер көп тұрады бұл жерде. Дәл осы үйдің түбінде Сайран метросы бар. Одан басқа бұл үй Абай көшесінде орналасқандықтан Абай көшесінен автобустардың барлығы ағылып жатыр. Сізді кез келген жерге апарады. Сондықтан бұл үйді болашағы бар инвестиция ретінде қарасаңыздар болады. Бұл үйдегі пәтерлердің биіктігі 3 метр, бірақ 4-ші этажға дейін 2,70 болып қалған. Компенсация ретінде компания оларға паркинг немесе кладовка берген. Бірақ бұл үйлердің электр сымы 1-ші этажда ғана мыстан жасалған, қалған этаждың барлығы алюминий сымынан жасалған. Терракота тұрғын үй кешеніне шолуымызды осымен аяқтаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер. Егер бүгінгі шолу сіздерге ұнаса, онда менің каналыма тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Алматы қаласында қандай тұрғын үй кешендеріне шолу жасасам екен? Давайте өз пікірлеріңізді айтыңыздар. Мен сол тұрғын үй кешеніне келесі жолы баратын боламын.